Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен ресторандағыдай өте дәмді болып шығатын итальян пастасын дайындайтын боламыз. Сіздер де дәл осы рецепт бойынша жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Ол үшін бізге алдын ала осындай кемидің лағман кеспесі қажет болады. Дәл осы лағманның кеспесін сатып алсаңыздар болады, және маған сарымсақ қажет болады. Алдын ала сарымсағымызды осылай өте жұқа етіп және майда етіп турап аламыз. Сарымсағымызды турап алып, бір ыдысымызға салып аламыз. Енді алдын ала қайнап тұрған суымызға жаңағы кемидің лағман кеспелерін салып қайнатып алатын боламыз. Қайнап жатқан суымызға 2 ас қасық тұзымызды салып, жаңағы кеспемізді саламыз. Бұл жерде ескеретін жайт, бұл кемми кеспелерін қайнатқан кезде бар жоғы 5 немесе 7 минут қана қайнатып аласыздар. Одан ұзақ қайнатсаңыздар, қамырларыңыз езіліп кетуі мүмкін. 5 немесе 7 минут қатты отта қайнатып сүзіп алатын боламыз. Дәл осылай қайнап, қамырларымыз көріп тұрғандарыңыздай өзі жылтырап, сарғыш түске енген кезде сүзіп аламыз. Және сүзіп алған қамырымызды мұздай суға шайып аламыз. Пастамыздың қамыры дайын болды. Ендігі кезекте бізге тауықтың төс еті қажет болады. Тауықтың төс етін жақсылап жуып, тазалап, 4 бұрышты етіп тураймыз. Етіміз дайын болды. Ендігі кезекте қызып тұрған табағымызға сұйық майымызды құйып, жаңағы турап алған тауықтың етін жақсылап сап-сары болғанша қуырамыз. Осылай етімізді қуырып жатқан кезде тұзымызды, кез келген дәмдеуіштеріңізді, қара бұрыштарыңызды қоссаңыздар болады. Және осы кезде тураған сарымсағымызды да салып, жақсылап сап-сары етіп қуырамыз. Менің сарымсақты салған жерім видеоға түспей қалған екен. Сіздер ұмытпай сарымсақты салып, жақсылап қуырып аласыздар. Және оның үстіне 33% сливкиімізді құйып, дәл осылай араластырамыз. Егер сливкилеріңіз қою болып қалса, онда бағанағы қамырды қайнатқан қамырдың сорпасынан бір бокал үстіне құйып жіберсеңіздер болады. Енді жай отта қайнатамыз. Міне осылай 2-3 минут қайнағаннан кейін жаңағы қайнатып алған қамырымызды үстіне салып, дәл осылай жақсылап біркелкі етіп араластырып, оттың астын өшіретін боламыз. Сонымен біздің ресторандағыдай пастамыз дайын болды. Дәмі өте керемет болып шығады. Біздің отбасымызда балаларымыз өте қатты жақсы көреді. Аптасына 2-3 мәрте жасаймыз. Сіздер де дәл осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде каналға тіркеліп, өз пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Баршаңызға ас болсын. Сіздермен бірге болған Дәмді Асхана каналы.